Инналлаха юмсику самавати вал ард ан тазула. Расымен де Аллах Тағала көктер мен жерді ұстап тұр дейді. Құлап кетпесін деп. Мысалы қазір мына жерге бір домалақ бірдеңкені қойсақ біз, сосын былай қарай қимылдап кететін болады ғой былай. Бір орында тұрғыза алмаймыз деген нәрсе. Мына жерді ұстап тұру тек қана Алланың ғана қолынан келетін нәрсе. Көктерде. Анау күн қандай қашықтықтан сені бізді күйдіріп жібермес үшін жарығы мен жылуын сыйлайды. Қашықтықтар, мына жердің тіршілігі, келіп атқан суы, шығып атқан ағаштары, күллі нәрселерді дейді, мен ұстап тұрмын дейді, екеуі құлап кетпесін деп. Бұны адам ойлай ма? Бұны мысалы жаңағындай астрономия оқып атқан кезде түсіндіріле ма бұл балаларға осылай? Бұл осылай бола беру керек сияқты нәрседе. Болмайды ондай бола беру керек деген сияқты. Бұл маңызды нәрсе болғаннан кейін аталым баяндап жатыр. Мен дейді көктер мен жерді құлап кетуден ұстап тұрған мен дейді. Сосын қауіптендіреді, қараңыздар. Вала инзалата, егерде екеуі орындарынан ауытқып кететін болса, ин амсакахума мин ахадин мин баъди, одан кейін Алладан кейін бұл екеуін ешкім ұстай алмайды дейді. Қашан бұл екеуі орнынан тайып кетуі мүмкін? Күнде мүмкін екен. Мысалы, Алла Тағала жақтырмайтын жаңағы күпірлік сөздер, Алла Тағалаға серік қосылатын сөздер жердің бетінде айтылып жатады ғой. Неше түрлі нәрселер болып отыр мысалы. Сонда Алла Тағала сол нәрселерді айтады. Шура сүресінде де айтады. Такадус самавату ятафаттарна мин фауқихинна. Мына 7 қабат аспан дейді, жарылып кете жаздайды дейді. Үстілеріне құлай салғысы келеді. Егер біреу Аллаға серік қосатын сөзді айтса жердің бетінде, әрдайым тек Алла ұстап тұр. Алласы үшін құлай салғысы келіп тұрған аспан екен ол. Көрдіңіз ба? Тек Алла Тағала ұстап тұр, уақыты келген жоқ. Жер, Мариям сүресінің өзінде де, Мариям сүресінде мысалы адам бір жұмсақ нәрселер айтылатын шығар деп ойлайды. Мариям сүресінің соңында да Алла Тағала айтады. Такадус самавату ятафаттарна минху. Олар Құдайдың баласы бар, немесе тағы да басқа Құдай бар, тағы да басқа деген сөз айтылған бетте ана аспан жарылып құлай салғысы келеді дейді. Қараңыздар, ва таншаққул арду, бұны естіген жер, жаңағы адам жүріп баратқан, жарылып жұта салғысы келеді дейді. Ва тахиррул жибалу хадда, таулар арау етегінде орналасқандардың үстіне құлай салғысы келеді дейді. Ал не себепті? Әндағаулер рахмани валада, Рахманның баласы бар деген сөз үшін дейді. Ва ма янбағилер рахмани ан яттахиза валада, лайықты емес Алла, ол пәк, оның баласы болуынан. Ин куллун ма фис самавати вал арди илля атир рахмана абда. Естеріңде болсын, ей адамзат, көктердегілер де, жердегілердің де күллісі Рахманға тек қана құл болып қана табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы мен Алланың құлымын, осы Алланың құлы елсіз деген мәртебеден артық көтермеңдер деді мені. Құл деген мәртебе. Көрдіңіз бе? Сонда анау аспандар күніге құлап кете жаздайды болды. Жер жұта салғысы келеді жаңағы сөзден. Бірақ Алла Тағалаға бойұсынады олар.